Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін желтоқсанның 29-ы. Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Результативный урок. Что я научился? Сегодня будем повторять все темы, что с вами мы в этой четверти прошли. Мы с вами өткен бөлімдер, пройденные разделы. Мы с вами прошли уақыт, раздел время, и сәулет, архитектура. Два раздела мы прошли. Уақыт, сәулет. Сәулет өнері, архитектурное искусство. По этим разделам мы сейчас будем повторять. Сағат қанша? Который час? Сағат 9 болды. Сағат 12 болды. Сағат тура 7 болды. Когда ровно, вот так вы должны сказать. А когда без 5-5, сағат 1-ге 5 минут қалды осталось. Если ушло от 9 10 минут, вы должны сказать, то сағат 9-дан 10 минут кетті. От 9 ушло 10 минут. Сен таңертең нешеде тұрасың? Ты утром во сколько просыпаешься? Сен нешеде тамақ ішесің? Во сколько ты кушаешь? Мен таңертең сағат 8-де тұрамын. Мен сағат 9-да таңертеңгі тамақ ішемін. Мен сағат 10-да кітап оқимын. Мен сағат 11-де футбол ойнаймын. Мен сағат 10-да теледидар қараймын. Жылдың мезгілдері, времена года, қыс, көктем, жаз, күз. Значит, вы должны уметь составлять предложения по временам года. Бұл қыс. Қыс айлары желтоқсан, қаңтар, ақпан. Қыста қар жауады, қыста боран соғады, қыста күн суық болады, балалар шаңғы тебеді. Бұл көктем мезгілі. Көктемде қар ериді, көктемде күн жылынады, құстар ұшып келеді. Ағаштардың бүршіктері жарады. Бұл жаз мезгілі. Жазда күн ыстық болады. Балалар суға шомылады, жеміс-жидек піседі. Бұл күз мезгілі. Күзде күн салқындайды, құстар жылы жаққа ұшып кетеді. Бұл кім? Ол не істейді? Это кто? Что он делает? Бұл құрылысшы. Құрылысшы үй салады. Бұл сәулетші. Сәулетші жаңа ғимараттың жобасын жасайды. Бұл мұғалім. Мұғалім сабақ береді. Бұл дәрігер. Дәрігер бала емдейді. Бұл спортшы. Спортшы жарысқа қатысады. Участвует в соревнованиях. Бұл аспаз. Аспаз ас дайындайды. Готовит еду. Повар. Вспомни слова. Кесене мавзолей, сырты снаружи, төбе потолок, вершина, мұнара – это купол. Бұл не? Бұл кесене. Кесененің төбесі биік, мұнарасы әдемі, сырты сұр. Оқушылар қағаздан, оқушылар сарайының жобасын жасады. Ученики из бумаги сделали проект дворца школьников. Алматы қаласында шығыс күнтізбесі субұрқағы бар. Ол 12 мүсін тастан жасалған. Мүсіндердің түсі сұр. Бұл субұрқақ. Бұл шығыс күнтізбесі субұрқағы.
мүсіндердің түсі сұр. Мүсіндер тастан жасалған. Мынау қай жануардың мүсіні? Это скульптура, статуя какого животного? Бұл жылқының мүсіні, бұл қойдың мүсіні, бұл иттің мүсіні, мүсін статуя. Бұл маймылдың мүсіні, бұл егеуқұйрықтың мүсіні, бұл қоянның мүсіні, бұл сиырдың мүсіні, бұл жыланның мүсіні, бұл барстың мүсіні, бұл қабанның мүсіні, бұл ұлудың мүсіні, бұл тауықтың мүсіні. Көктөбеде демалыс және спорт кешені, биік телемұнара, әсем ғимараттар бар. На Көктөбе есть кешен-комплекс отдыха и спорта, высокая телебашня, красивые здания. Көктөбеге аспа-жолмен көтеруге болады. На Көктөбе можно подняться по канатной дороге. Аспа-жол, канатная дорога. Көтерілу, подняться, демалыс және спорт кешенін кіру, войти в комплекс отдыха и спорта. Ескі старый, жаңа новый. Қайсысы ерекше ұнайды? Особенно что нравится? Маған ерекше Хан Шатыр ғимараты ұнайды. Маған ерекше бейбітшілік пен келісім сарайы ұнайды. Бейбітшілік сарай, дворец мира и согласия. Маған ерекше бәйтерек ғимараты ұнайды. Маған ерекше Субұрқақ ұнайды. Сонымен балалар, біз екі бөлімді уақыт және сәулет бөлімін қайталадық. Сау болыңдар.